Армысыздар, құрметті IT-тірлік журналының оқырмандары. Біз бүгін Арта Software компаниясының офисінде отырмыз. Сондай-ақ сіздердің алдарыңызда осы компанияның басшысы Болат Башиев мырза. Қош келдіңіз. Енді аз-маз өзіңіз туралы айтып отырсаңыз. Мен 2003-те Петропавлдан келіп, Астанада оқуға түстім. Одан кейін 2 жылдан кейін ата-анам ажырасқасын, кішкене ақшасыз қалып, NAT деген компанияға жұмысқа кірдім. Олар 2-3 айдан кейін айлық төлемей, жұмыстан шығып кеттім да далада қалдым. Одан кейін бір жақсы танысым бар. Сол танысым маған бір жобаға ұсыныс берді. Оның анасы бір университетте проект болғасын, бір дұрыс бағдарлама іздеген. Sonra маған былай сұрақ қойды. Бізде $7,000 ұсыныстар бар, бірақ бізде ақшамыз жетпейді. Бізге $4,000 бір дұрыс бағдарлама керек. Жасайсың ба? Әрине, 3 күн далада жүріп, любой ақшаға келісіп қойдым. $4,000 бір жобаны бастап, солай Арта компаниясы пайда болды. Олардың сұрағының бағдарламасы қандай бағдарлама? Кредиттік системаны автоматизацияны жасайтын бағдарлама керек болды. Расписание, потоки. Сонымен жалпы қазір сіз басқарып отырған жалпы жұмыс жасап отырған Арта компаниясы негізі тарихы солай? Иә, ол білім саласынан бастап 2007-де біз тапқан ақшаны корпоративтік секторының саласына ақшаны салдық, инвестиция жасадық. Бізде ең қазір флагманский продукт Arta Synergy деген. Енді ол біздің основной продукт болғасын, сонымен айналысып жүрміз. Ал білім саласын дочерний компанияға шығарып, олар енді сонымен айналысып жатыр. Бүгінге 110 жоғары оқу орындарының 55-і біздің клиенттеріміз, 3000 мектеп, ал өзіміз Arta Synergy мемлекеттік. Ол білім жүйесіне арналған бағдарламаңыздың аты қандай және оның атқаратын функциялары қандай? Бағдарламаның аты Платон. Платон? Ол оқу потоктарын басқару жүйесін, автоматизациясын жасайды. Оқуға кіргеннен шыққанға дейін бүкіл расписание, нагрузканы санайды, мұғалімдердің нагрузкасын санайды. Күнделікте бар? Күнделік үстінде бар. Барлығы бар. Офис регистраторының бүкіл атқарып жұмыстары. Табелде бар. Бәрі бар. Енді Arta Synergy туралы кішкене айтып тұрсаңыз. Бұл басқару программасы. Үлкен организацияға арналған. Үлкен болғанда ол енді орысшылар айтады, бір созылмалы түсінік деп. 50-ден астам адам бар, штаттарында адам бар организацияға арналған. Өйткені кішкентай компанияларда ондай проблемалар болмайды. Басқару проблемалары. Бір-бірімен таныс, бір-бірін түсінеді. Ал адам көп организацияларда кейбір сондай проблема пайда болады. Мысалы, согласование жасағанда көп күтеді, бастың кабинетінің жанында тұрады, күтеді, жұмыс жүрмейді. Одан кейін үлкен проект атқарғанда бәрі не істеп жатқанын бастық көре алмайды. Сондықтан жиналыстарға көп уақыт кетеді. Сондай проблема шешу үшін бизнес-процесстерді автоматизация. Бизнес-процессер, документооборот, управление проектами, оценка показателей деген сондай салаларында негізгі платформасы қандай сонда? Ол түгелімен біз жасаған платформа, Java-да жасалған. Демек ол операциялық жүйелерге байланысы жоқ та? Әрине, операциялық жүйе керек. Windows-да да істейді, Linux-да да істейді, бірақ біз Linux-ды пайдаланамыз, өйткені кейбір клиенттерге қосымша заттарға керек жоқ болғасын, арзан программаларды іздейміз, open source деген. Солардың бірі Linux, соны пайдаланамыз. Енді керемет бағдарламаларыңыз, бірақ клиенттеріңіз кімдер? Мысалы, ол өтіп жатыр ма сіздің продукцияларыңыз? Клиенттерінің 30% мемлекеттік органдар, 70% үлкен коммерческие компаниялар. Мысалы, администрация президента, сосын Министерство иностранных дел, МТК, Министерство транспорта и коммуникаций, агентство, солардың барлығы біздің клиенттеріміз.
Ең қызығы өткен жылдары МИД пен агентство спорта соңғы орындар болған автоматизация бойынша. Бізден бағдарлама алғасын, олар бірінші орынға шығып кетті. Ол KPI-ларыңыз күшті екен. Иә. Одан кейін коммерческий компания атайтын болсақ, оның ішінде Самұрық-Қазына, Қазақтелеком, частный компанияларды көп, Стилмастер, ЛРТ-сына вагонелерді шығаратын, жаңа трамвайлар шығаратын, монорельс. Керемет. Мысалы мен жалпы сіздердің демо версияларыңызды көрдім. Сосын қазір Bittrex 24 деген шықты. Бұл ресейлік өнім. Олардың да демо версиясын көрдім. Олар егер штатта 10 адам болса, онда өздерінің тегін несін ұсынады, тарифін. Сіздерде ондай жағдай қарастырылған жоқ па? Бізде ондай жоқ, өйткені біздің бағамыз өте арзан. Біз жалпы Қазақстанның ресейлік продукттармен салыстырмаймыз. Тек қана үлкен вендорлармен салыстырамыз. Мысалы IBM, Oracle, OpenText, Microsoft. Олармен салыстырғанда біздің бағаларымыз 10 есе арзан екен. Бірақ атқаратын функциялармен 10 есе көп. 10 есе көп. Өйткені әр класста өзінің лидер продуктлар бар. Картин бойынша. ECM деген контент менеджмент, сосын project менеджментте. Біз әр класстан ең маңызды функцияларын бір продуктке біріктірдік. Бірақ түгелімен алған жоқпыз. Әр класстан 20% ең маңызды функцияларды алып, оны бір продуктке бітіркесін, біздің бағдарламамыз бүкіл секторлерден функцияның бәрін атқарады. Бірақ бағасы салыстырғанда әр секторден 10 есе төмен. Енді егер ондай басқа да бағдарламалардан 10 есе мықты болып жатса, халықаралық стандартта жағы сертификациядан өттіңіз? Біз бірнеше сертификациядан өттік. Оның ішінде КНБ-ның да сертификаттары бізде бар, безопасность жағынан. ISO, сосын бағдарламаның өзінің методикасы болады, пайдаланып методикасы болады. Бізде управление по целям, управление качеством, ISO 9001, доведение дел завершения, сондай үлкен методикалар, дамыған методикалар пайдаланамыз, сондықтан оларға сай бағдарлама жасадық. Стандартқа сай боласын, ол жақсы. Болашақта бағдар қандай, жоспар қандай? Жоспарымыз Ресейге шығу. Ресейге? Ресейге. Өткен жұмада Татарстан мен Мәскеуге барып келдік. Онда біз партнерлерді іздеп жүрміз. Өйткені біз производство боласын, сататын және енгізетін сол партнерлерді. Бірақ мен бұл айта салғанға оңай болғанмен біраз жауапты жұмыс қой. Енді Ресейдің нарығын сонда қалай жауламақшысыздар? Егер жаңағы Bittrex деген сияқты басқа бір алпауыт компанияларды қорықпайсыздар ма? Біз ешкімнен қорықпаймыз, өйткені ол жұмысқа байланысты. Мысалы, әртүрлі жақсы продукт болғанымен, оларды жақсы тарау үшін оларды присутствие керек. Әр облысқа барып өздерін сатуыңыз керек. Даже Мәскеуде бар программалар, олар өздері облыстарына бармайды. Интернет арқылы сатады. Олай корпоративтік бағдарлама оларға сатылмайды олай. Өздеріне барып түсіндіріп, өздеріне тура айту керек. Сонда ғана осылай Сіздер қазір сол стратегияны қолданып тұрсыздар? Бізде Қазақстанның әр облыстық центрінде бізде партнерларымыз бар. Енді қазір Нижний Новгородта және Бішкекте бар. Енді мен қазір 14-15 жылдары бүкіл Ресейдің барлық облыстарынан сондай партнер іздеп жүрміз. Бұдан басқа бір жоба жасамақ ойыңызда жоқ па? 15 жылға дейін Таможенный союз, 20 жылға дейін сосын әлемге шығамын. Сондай жоспарымыз бар. Сәттілік деймін, ендеше. Рахмет. Осы арман мақсаттарыңызға жетуге тілектеспіз. Рахмет. Сонымен құрметті оқырмандар, біздер бүгін Арта басшысы Болат мырзадан сұхбат алған болатынбыз. Тамашалағандарыңызға рахмет.